Егер күйеуіңіз ұрса, не істеу керек? Егер күйеуі әйелін ұрса, ол жақсы көру деген ба? Жоқ, бұл әйелдің тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшырағанын білдіреді. Ол күш қолдану, психологиялық, жыныстық және экономикалық түрде болу мүмкін. Статистика бойынша 2022 жылы 115 мыңнан астам полицияға өтініш тіркелген. 100-ге жуық жағдайда жанжалдан кейін әйелдерді өлтірген. 2023 жылдан 1 шілдеден бастап полиция тіркеудің өтініш сипатынан анықтауға көшті. Жәбірленушіден өтініш талап етілмейді. Куәгерлердің, көршілердің айғақтары, бейнебақылау камераларының жазбалары жеткілікті болады. Соңғы шешімді сот қабылдайды. Тараптардың татуласуына тек бір ғана мүмкіндік беріледі. Ұрып-соғу үшін 10 күн қамауға, ұрып-соғу қайталанса 15 тәуліктен 25 тәулікке дейін қамауға алынады. Қорғаныс нұсқамасын бұзғаны үшін 10 тәулікке қамауға алу қарастырылған. Құқық қорғаушының кеңесі. Күйеуіңіз ұрса, үндемей қалмаңыз. Үнсіз келісім қайғылы нәтижеге әкелуі мүмкін.